Мен де ешқашан туған күнін тойламаймын. Өзімнің өліміме бір қадам жақындағанымды атап өтудің өзі маған әрдайым оғаш көрінетін. Сондықтан туған күнімнің қатаң карантинге тап келгені мен үшін жаратқан сый секілді еді. Бірақ анам бәрібір сыйлық жіберіпті. Ол мені үнемі күлдіртіп, кейде шошытып та жібере алатын. Таңертең үйімде тура есік алдында жатқан бір қорапқа сүрініп кете жаздадым. Жіберуші көрсетілмеген. Қорап орталық бөлмеде жай ғана тұр екен. Құдай-ау, бұл қалай келген, дедім өзіме. Қораптың үстіндегі шимайланған жазуға қарап күліп жібердім. Бұл анық анамның жазуы еді. Бұл қисық, бейберекет әріптерді мен кез келген жерден танитын едім. Қорапты ашқанымда аң-таң болдым. Ішінде бір ғана DVD диск жатыр. Хат жоқ, ешқандай түсіндірме жоқ. Анам техниканы аса түсіне бермейтін. Сондықтан оның видео жаза қоюы маған тым күлкілі көрінді. Мүмкін оған әкем немесе ағам көмектескен болар. Жарайды, көреміз деп дискіні ноутбукке салдым. Экранда жалғыз ғана файл ашылды. Джеффи 8690 деген атаумен. Таңғалдырғаны, бұл расында менің бала күнімнен қалған отбасылық видеолар екен. Сапасы өте төмен, дірілдеген камера, шулы дыбыс, бірақ біртүрлі ретсіз еді. Басында 4 жасар кезім көрсетілді, ал кейінгі видеоларда мен біртіндеп кішірейе бердім. Демек видеоларды анам өзі монтаждаған. Әрине, ретімен қоюды білмеген секілді. Жарты сағаттай шегінде отырып, көріп, күлдім. Кейде ұялып та отырдым. Бала күнде өте аңғал болған екенмін. Бірде шалынып құлап жатам, бірде қабырғаға соғыла кетем. Соны түсіріп жатқан анам мен әкем осы сәттің бірін суретке түсіріп анама жібердім. Рахмет, мама, ең керемет сыйлық. Бірақ бәрі бір сәтте өзгерді. Келесі видео 1986 жылғы жаз. Анам айтушы еді, менің сәби кезімдегі суреттерім мен видеолар көшу кезінде жоғалып кеткен деп. Бұл видео сол жоғалған кездерден сияқты. Камера биік ақ шарбаққа бағытталған. Шарбақтың арғы бетінде бір отбасы отыр екен. Ер адам, әйел және нәресте. Мен оларды танымаймын, бірақ бәлкім көршілеріміз болар. Біз анамның жұмысына байланысты жиі көшіп жүретінбіз. Сол кездердегі көршілерімнің бірі шығар. Кенет камера төмен түсіп шөпке қарап тұрып қалды. Артқы жақтан әлдекім сыбырлап тұр. Сөздері әрең естіледі. Біз қозғалуымыз керек, тезірек. Содан кейін камера қайта көтерілді. Арғы беттегі отбасы енді үйдің кіре берісінде тұр. Әйел нәрестені құшақтап алған. Ер адам гүл суарып жатқан секілді. Кенет кадрға анамның жарқыраған жүзі енеді. Ол «Кетік бастайық» деп айтты. Менің денем тітіркене алды. Бұл сөздер өз алдында қорқынышты емес, бірақ анамның бет-әлпеті, үніндегі бір оғаштық маған бірден қауіп сезіме келді. Кенет камера қатты шайқалып, сол отбасыға қарай жүгіреді. Әкем түсіріп тұрған сияқты. Ол шарбақтың қасынан кетіп, камераны әйелге бағыттайды. Әйел шошып кеткен. Қолындағы нәрестені қатты қысып ұстаған. Үйге қарай шегіне бастады. Сол кезде анам кадрға қайта енді. Мен қайта артқа айналдырып көрдім. Сенбедім. Бірақ ол менің анам еді. Оның қолында алып пышақ. Ол камераға қарап күлді. Пышақты ауада ойнақтата бастады. Сол сәтте ол кенеттен әйелге қарай ұмтылды. Мен орындықтан құлап кете жаздадым. Анам әйелдің аяғына пышақ сұғып, оны есік алдында құлатты. Нәресте оның қолынан түсіп, жерге домалап кетті. Айқайлап, жылап жатыр. Әкесі не болғанын енді ұққандай атып келді. Бірақ анам мойнына пышақ сұғып құлатты. Қан шашырап жатыр. Анам камераға қарап, жынды адамша күлді. Сосын мені көрді. Яғни, сол жылап жатқан сәби мен екенмін. Ол мені жерден көтеріп, қанға бояп, құшақтады. Сен Джеффри деп атаймыз, деді де бетімнен сүйіп камераға қол бұлғады. Мен ноутбук жаба салып шегіне бастадым. Жоқ, бұл мүмкін емес. Бұл жай әділ шығар. Фейк видео. Монтаж. Сол сәтте телефоным дір етті. Хабарлама анамнан. Оқып шықтым, қайта оқыдым. Және тағы да. Мен саған ештеңе жіберген жоқпын. Әкең қазір барады. Сол жерде бұл Джеффи.
бәрі жақсы болады, уайымдама, біз жақында боламыз.